Менің қолда киле токмағы. Міне бұл басып тұра киле кисмегі. Бұл крешінлерінің күнделік тұрмышында бек еш қолданылған, чүнки мұнда ашлықны түйгеннер, аннан ярма ясағанlar. Міне шушы искиткіч әйбірлеріні бетелі алар үзлері қолдан ясалған жайланма. Мұны Иваново Рима әлбедін ауылындан музейға бүле кетті. Міне қаршығызда ярма ташы, аларының кішкенесі де бар, олырақлары да бар. Бұл ярма ташын Степановларға елеші Субаштан шулар берген еді. Бірсесін міне Валя Малова Кибеше ауылынан берген еді. Бұлар шулай күнделік тұрмышта бек қолданылғанlar, һәм мұнда енді арышны, ашлықны ярма етіп, ярым үшін қолданылған. Ол шулай қолданылған, міне шушында салып, ейлендіріп, ярма ясағанlar. Міне бұл енді жылпуш, шулай бек кереклей бір. Бұл енді нәрсе үшін қолданылған. Шушында илек арқылы ұнны илеп, шушы жылпушқа жия болғанlar, аннары соң енді міне савок білен, шушы сұсқыш білен салатларға құтыра болғанlar. Міне бұл да шулай бек кереклі күнделік қолданыла тұрған әйбір. Міне қазір көрсетелі тұрған әйбір көршеге тағарағы деп атала. Мұны Янсуардан Никитин Петр Павлович бүле кеткен еді. Крешінлер өзлері сыра ясағанlar. Сыра ясар үшін алдан сұсла қойылған. Сұсланы арышны алдан жуып, бүрттіргеннер, анарысын аны пиш башына жейіп, киптіргеннер, шулай шүгіндір білен кешірні де вак кесеклерге турақлап, аларны миште қыздырғаннар, қоралтқаннар, һәм бүрттірген, киптірген арышны да пиште алдан қоралтқаннар, қыздырғаннар. Шуннан соң аларны кешірні, шүгіндірні һәм арышны тігірмен арқылы ваклағаннар. Міне шушы солат деп аталған енді бұл әзір әйбір. Анарысын арыш соламын вақ етіп турап, күршеге шүлмегіне тутыралар, шының үстіне әзір салатны салалар, һәм шының үстіне су салалар. Бұл шүлмек қапқашлы бола. Шушы әзірлеп салынған бүтін әйбірлерін салып бітіргеннен соң аның қапқашын әйбетлеп ябалар. Арыш онынан ясалған қамыр білен қырайларын әйбетлеп ябыштыралар, чүнки аннан пар шықмасқа тиеш. Бұл шүлмекнің асқы яғында, күршеге шүлмегінің асқы яғында тишігі бола. Ол тишікте әйбетленіп әлі ябыла. Һәм міне шушы әзір шүлмек көмірін алған қайнар пішке бір суткаға қойыла пішке. Ол анда түнеліп тұра. Шуннан соң пиштен аны шығараларда шүлмекні астағы тишігін ашып, шушы табарақ арқылы ағызалар. Аның суы сарғыл түске кіргенше аның үстіне қайнар су істеп тұралар. Шуннан соң енді міне сұслы әзір деген сөз. Сұслы әзір болғаннан соң аның үстіне әлі қылмақ салалар, һәм 2 күн яңадан да әшітелер. Ол енді үстке көпіріп түшірге шығарға тиеш, шуннан соң ғана сыра әзір бола. Крешінлер шушы сыраны бейремлерге, ұлы күнге, тұрысын бейреміне, петрауға, пықырауға әзірлі болғанlar, һәм келген қонақларына шушы ішімлік білен сыйлағанlar.